Баршаңызға сәлем, құрметті оқушылар. 7-ші сыныптың химиясы 1-тоқсан 1 БЖБ жұмысының шығару жолын көрсететін боламын. Бірінші тапсырма: таза затты анықтаңыз. Таза зат бұл жерде А варианты: дистилленген су. Таза затқа мысал келтіріңіз. Дистилленген судан бөлек темір, мыс, күкіртті жатқызуымызға болады. Суреттердің ішінен қайсысы элемент қосылыс және қоспа екендігін көрсетіңіз. Бірінші, екінші сурет бұл жерде элементке жатады. Үшінші сурет қосылыс, төртінші сурет қоспа. Себебін түсіндіріңіз дейді, жауабыңызды түсіндіріңіз. Бірінші, екінші сурет көріп тұрғанымыздай бірдей атомдардан құралған. Үшінші сурет әртүрлі атомнан құралған. Төртінші суретте әртүрлі атомдар мен қосылыстардан құралған. Үшінші тапсырма: Дәурен химия кабинетінде практикалық жұмысты жүргізуді бастады. Мұғалім Дәуренге 4 заттың қоспасы: су, май, темір ұнтағы мен құм, су мен ас тұзы, су мен бор кесегінен тұратын қоспаны бөліп алуды тапсырды. Қоспалардың түрін және бөлу әдісін анықтаңыз. Жауабыңызды кестеге жазыңыз. Так, міне жоғарыда есептің берілген түрі, мына жерде тапсырмалар. Енді мына бірінші әдісті қарайтын болсақ, бұл бірінші әдісіміздің атауы буландыру деп аталады. Давайте жазып алайық. Бұл әдіс бізде буландыру деп аталады. Екінші әдіс қандай деп аталады? Бізде тұндырып барып алып жатыр, сондықтан да ол тұндыру деп аталады. Үшінші әдіс магнитпен тарту. Төртінші әдіс көріп тұрғанымыздай мынандай воронкада сүзіп жатыр, бұл әдіс сүзу әдісі деп аталады. Енді мына жерде қоспаның түрлері көрсетілген: су плюс май, су мен майдың қоспасы ол бізде гетерогенді деп аталады. Гетерогенді. Темір үгіндісі мен құм бұл да гетерогенді. Су мен ас тұзы ол гомогенді. Су мен бор кесегі гетерогенді қоспа. Енді осы қоспаларды бөлу үшін бөлу әдістері, мына жерде тұрған 4 түрлі бөлу әдісінің біреуін таңдау керек бізге. Су мен май қоспасын бөліп алу үшін бізге керек әдіс ол тұндыру болып табылады. Тұндырып май мен суды бөліп алады екен бізге. Келесі темір үгіндісі мен құм. Магнитпен тарту әдісі қолданылады. Су мен ас тұзы буландыру, ал су мен бор кесегін бір-бірінен тазалау үшін сүзу әдісі қолданылады. Міне осымен бірінші БЖБ жұмысы аяқталды. Баршаларыңызға сәттілік. Келесі видеоларда кездескенше.